Барлықтарыңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен карамельная девочка тортының рецептісімен бөлісемін. Менің арнамда карамельная девочканың 16 см диаметрде рецептісі бар. Ал бұл торттың ерекшелігі 20-23 см дейін бола береді. Ең алдымен корждарын дайындаймыз. Ол үшін таза ыдысымызға бөлме температурасындағы жұмыртқамызды саламыз. Үстіне тұзымызды қосып, миксердің жай жылдамдығынан бастап, шамамен 7-10 минуттай миксермен жақсылап араластырамыз. Массамыз видеодағыдай 2 есе ұлғайған кезде миксерімізді тоқтатып, ерітілген сары майымызды қосамыз. Миксердің жай жылдамдығында араластырамыз. Араластырып болған соң, қойытылған сүтімізді қосамыз. Қойытылған сүтімізді алдын ала 1 сағат бұрын тоңазытқыштан шығарып қоямыз. Миксердің жай жылдамдығында араластырамыз. Енді електен ұнымызды және ұн қопсытқышымызды өткізіп қосамыз. Миксердің жай жылдамдығында араластырамыз. Араластыруға оңай болу үшін ұнымызды бірден қоспаймыз, аз-аздан қосып, осылай миксермен араластырып отырамыз. Қамырымыз дайын, қамырымыз осылай сұйық болуы тиіс. Енді формамыздың астына пергамент қағазын осылай алдын ала кесіп аламыз. Жылжып кетпес үшін астына кішкене су сепсеңіздер болады. Сонда пергамент қағазы жылжымайды. Үстіне 2 үлкен қасықпен қамырымызды салып, видеодағыдай тегістейміз. Алдын ала қыздырылған пеште 180 градуста шамамен 5-7 минутта пісіріп аламыз. Бірінші корж піскенше қалған корждарды осылай дайындап қойып, барлығын пісіріп, міндетті түрде суытып аламыз. Кремін дайындаймыз. Ол үшін менде салқын кілегей 33-35%. Үстіне қант ұнтағын қосып, миксердің жай жылдамдығынан бастап, әр минут сайын көтеріп отырып, қоюланғанша араластырамыз. Осымен креміміз дайын болды. Тортымызды жинаймыз. Ол үшін мен кондитерлік сақинаны қолданамын. Шеттері түзу болу үшін. Суыған корждарымызды дайындап қоямыз. Коржымызды
астына қойып, үстіне кремімізді саламыз. Осылай кезекпен кезек салып, тортымызды жинаймыз. Тортымызды жинап болдық. Енді кремі сіңу үшін бетіне ас пленкасымен жауып, тоңазытқышқа 7-8 сағатқа салып қоямыз. Тортымыз тоңазытқышқа 8 сағаттай тұрды. Енді ас пленкасынан босатып, және кондитерлік сақинадан босатып, жан-жағына бетіне ганашымызды жағып тегістейміз. Ганаштың рецептісін видеоның астында описанияда қалдырамын. Тортымыздың бетін, шеттерін осылай осы креммен тегістеп шығамыз. Тортымызды қаптап болдық. Енді бетіндегі кремі қату үшін тоңазытқышқа 2 сағатқа салып қоямыз. 2 сағаттан соң видеодағыдай бетіне гүлдер және осылай сәндейміз. Гүл жасаудың рецептісін описанияда қалдырамын. Осымен өте әдемі туған күнге арналған тортымыз дайын болды. Видео рецепт ұнаса, лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Сіздермен болған Әсел. Келесі видеода кездескенше.